Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін бұл мен R8 қалайсыздар? Достар, бүгінгі видеода біз каждый киллімізға бір өлең айтып, рейтингте топ-1 ала аламыз, соны көретін боламыз. Так что сіздер видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Так, ендеше біз өзіміздің кереметті видеомызға кеттік. Короче, достар, мына катка басталды. Короче, біз каткаға кірдік. Енді қазір біз жайлап сразу милға секіреміз, жайлап өзіміздің лутымызды жинап аламыз, жайлап киллға көшсек, уже жайлап басында бір килл жасап алып, содан кейін бір килл жасап алып, о, келатыр екен. Осы адамды өлтіріп, жайлап бір өлеңімізді айтып, содан кейін басқа адамға барып жайлап сөйтіп өлтірсек, кереметтей мен сіздерге әндерімді айтып беретін боламын. Бар уже бар. Ана қайда. Короче, бір килл бар, достар. Енді мынақ жайлапқа бір айналып қарап аламыз. Аты дейін қазір адамдар келіп қалып, мына бочканы жарып қойып, что-то бочка жарып өтін сияқты болып тұр. Басқа адамдар келіп қалып, сөйтіп арам ұрып қалып жүрсек. Так, енді пайде, ой, сөйлей алмадық. Пайде бір адамды көрдім, мен түскен, одан артық адам көрген жоқпын. Шақтар естілген сияқты болып кетті. Но ничего, так, біздің лутымыз жаман емес. Аптека бәрі бар. Тек мен сокол қойыппын, бірақ соколдың арқасында мен ана адамнан тез түстінде, оны тезірек өлтіріп тастадым. Так, мына патрондарын аламыз да. Так, короче, достар, біз қазір жайлап бірінші әуенді айта берейік. Ол ән, короче, Хан Саматтың Каспий жағалауы деген ән айтатын боламыз. Ал енді, короче, кеттік. Таң атып күн батуда, менің жүрегім тек сені аңсауда. Сол Каспийдің жағасында кезіктірдім сені айлы түн астында. Кім білген бұлай боларын, сені мен көрмесем жүрек қиналарын. Келші жаным, келсеңші бағым, бірге аралайық Каспий жағалауын. Так, короче, осылай айттық, достар. Егер де сіздерге ұнаған болса, комментария жазып кетіңіздер. Так, енді біз кеттік. Дальше басқа адамдарды өлтіруге кеттік, короче. Короче, достар, мына жақты лутать етіп жүрсек, анаяқтан, короче, бір адамдар атты. Короче, мен сразу баруды шештім де. Ана өздеріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Оларды пока олар мені көрмей тұрғанда, сразу оларды мен пайдалана атып кетейін дедім де. Короче, баратырмын. Ағаштың артында тұр, ол мен көріп тұрма, көріп тұрған жоқ па, білмеймін, короче. Ойбай. Короче, былай, ана дыбысым шығармын. Ойбай. Шош біткен соң, короче. Енді пайде ана адам келу керек. Ойбай. Ойбай, анау зажимать етіп отыр. Ойбай. Ебай, иқпын қалған ғой, короче. Мамаш. Шош біткен соң, мұна екеуі қайдан жүр. Ана уже, мұна қорқыныштан деген тағы бір шақтар естілгендей болып кетеді. Короче, достар, мен тағы 2 килл жасадым. Мен сіздерге қазір 2 өлең айтып берем. Так, күте тұрыңдар, короче, мен кішке мұна немді басып алайын. Так, демімді. Ойбай. Мына лутать етіп алайық, стенкі жоқ па не? Так, стенкілер жоқ екен. Менде бір пингвинді алған жоқпын. Но ничего страшно, так. Короче, достар, енді біздің келесі әніміз, короче, не ғой? Дни и ночи деген өлең. Ал ендеше біз өзіміздің әнімізге кеттік. Бірінші өлеңіміз Дни и ночи, я скучаю деген өлең. Кеттік ал. Дни и ночи я скучаю, а тебе я вспоминаю, любимая моя, любимая моя. Без тебя я погибаю, а тебе я вспоминаю, забери меня к себе на небеса, к себе на небеса. Так, осылай, енді жалғасына айтпай ақ қойын, егер сен ұзақ болып кетеді, атам.
Енді біздің екінші өлеңіміз, так, короче, айналайын деген өлең, ал ендеше кеттік. Өзің едің тірегімде, жыр боп тоңып жүрегімде, мені сенде түсінетін кім бар екен мұн өмірде. Жарқын құшақ жайған айын, ниетіңе сай болайын, мені сүйген жүрегіңнің лүпілінен айналайын. Так, короче, достар, осылай шықты. Егер де ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп отырамыз. Сіздерге барлығынан қатты қандай өлең ұнады? Ойбай, мен алдым. Короче, осылай өлең айтып болғанда 4-ші киллімізді заштаймыз, короче, біз. Енді сіздерге тағы бір өлең айтуым керек. Так, қандай өлең бар? Так, короче, енді біз ой күлкісі қандай деген өлеңді білесіздер ма? Короче, соны айтатын боламыз. Короче, біз бір жерде отыра тұрайық, атау деген қазір бытшыт болып бітіріп. Короче, ал ендеше біз, короче, сол өлеңімізге кеттік. Ой, күлкісі қандай, езуге тартылған ямочкасынай, әдемі өрген өрнек ойғандай, қарындасымсың көз тимесің, ой, күлкісі қандай, езуге тартылған ямочкасынай, әдемі өрген өрнек ойғандай, қарындасымсың көз тимесің, ай. Так, короче, осылай шықты. Енді егерде емес, уже сіздер лайк басатын уақыттарыңыз болды. Лайктарды басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Өлеңдер қалай шығып жатыр, соның бәрін комментарияға міндетті түрде жазыңыздар. Келесте қандай видео шығарайын, соның бәрін жазып кетіңіздер. Ал ендеше біз кеттік дальше. Короче, достар, мына жерде тұрсақ, мына жерде біреу деген турнирдің ба, бірдесін жасап отыр, короче. Енді ренжіме, дым да ренжіме. Сені ату керек болып. Короче, стенка қоям, грантын алам. Демде бүйті лақтыранды, короче, сен қалсың жарылу керек ол. Жоқ, ол аяқ кетіп қалыпты, мәш. Короче, ана сразу грантын өлтіре салу керек еді. Ана жер етір. Короче, басына 75 лави. Короче, енді анау. Короче, достар, мынаны өлтірсек, или өліп қалсақ та дым емес. Короче, достар, бұл топ-1-ге ойнап атқан жоқпыз, не етсеңіздер. Біз тек қана киллға ойнап атық та, киллға сіздерге өлең айтып беру үшін. Так, анау ана жерде тұр, короче. Короче, кеттік біз сразу раш жасап текші. Так. Анау қайда отқан білім? Ана мен көріп тұрған жоқ қой. Короче, анау қайда тұрған білмеймін мен. Сразу айтам. Анау не дегенмен крыс екен, базар жоқ. Анау қайда қашып үлгерді? Ойбай, мынау мынаяқтан шықты ғой. Короче, достар, менде стенка жоқ, ана өлтірейін десем. Енді ананы шлемде сынған шығар уже. Так, короче, енді біз өзімізге сенімді болып, стенкіміз болмаса да анаған. Так, короче, мына ішіп аламыз. Мә, саған. Короче, достар, бізде 5 килл. Енді 5-ші өлеңімізде мен... Так, мынада да дым жоқ екен ғой. Так, енді достар, енді біз деген 5-ші киллімізға мен сендерге 5 аспап қызды айтып берейін. Енді одан енді барлық андары таусылып жатыр енді. Ал ендеше біз кеттік. Мен тигенде сенің қолыңнан қолыңмен ұяласың, ұнайсың маған соныңмен, саған деген теңеуі менің таусылмас. Біз сырлас жанар болып өтейік 5 күндік өмірде. Көңілің кең яппыз оныңдай барда пианоны, үнін көрген даусыңдай көне қара домбыраның. Тәңім күнге тиін бояуыңдай қоңыр гитараның, 140 аспап 1040 күй табағың, 140 аспап 1040 күй табағың. Короче, достар, міне осылай шықты. Так, енді менің бана оң жағында адам тұр.
короче, зонадан умер болатыр ол кейбіреулер. Так, достар, менде минус стенка жоқ деп айтайын деп жатыр едім, стенканы өзі шықты. Так, короче, енді менің манағы оң жағында бір адам жүр, соны бір чекать етіп қарайық. Ойбай, бәрі зонада өліп жатыр, неге өліп жатыр? Так, короче, ол адам көрінбейді. Так, кеттік, енді дальше адам іздейміз. Короче, достар, мына жақта лутать етіп жатсақ, біз екі жақтан атып жатыр, короче. Енді мына оң жақтағын бірден қылам қазір мен. Сен басын тиіспейсің ғой. Так, короче, достар, мен 6-шы киллімді садым, күте тұрыңыздар, мен сіздерге өлеңді айтып берем. Неге десең, менің артында да адам бар, неге десең, мынаны лутать етіп алу керек, маған срочно. Так, луты қайдамын, зона сыртынан, ничего страшного, лутать етеміз. О, міне 2 стенкасы бар екен, как раз. Ойбай. Так, короче, достар, енді біз срочно зона кіру керек бізге. Так, мен лучше зона кіріп батырып, бір өлеңді айта берейін. Ол, мен сіздерге айтатыным өлеңім таусылды уже. Так, кеттік, мама, мына зона жестко жеп жатыр, достар. Зона кіріп үлгерсек, ешкім атпаса жақсы бізге. Так, короче, үлгереміз, смело деп қойм. Ойбай, бір атып отыр мен. Атпа. Короче, 2 стенкамды қойдым. Так, енді сізде осылай тұрғанда мен өлеңде айта берейін, сіздерге маскүнен де айтам ал. Кеттік ал. Шапалақ тұрып қаспенен, атқандай болдың мені таспенен, көріп сенің сұлу көздеріңді, кетіп қалдым мына бас деген, жаратқандай сені басқа әлем, өзіңе шынайы да рас күлем, махаббатымды улайтын арақ болса, болайын сен үшін мас күнде. Так, мына біз өзіміз әнімізді айттық, енді ана төбесінде тұрған адам екен мен атып отқан. Так, короче, анаған жайлап барайық. Так, ана адам шықты анау, ол бірақ қазір біз, короче, оны зонадаға, бірақ ода да зона бар да, по идее. Ойбай, анау. Ана жоғарында әлі адам бар ма не? Қайдан атып тұр анау? Так, мына курятникте ба? Мә, курятнигі не сұр? Ойбай. Так, анадам не болса да менің нервыма тиді. Ойбай, анау рашқа келеді өзінше. Қоя. Так, короче, осылай достар, біздің осылай видеомыз аяқталды. Енді маған көрдіңіздер өздеріңіз неше жақтан атқанын. Короче, достар, егер де видео ұнаған болса, осы видеоға лайк бас, және де міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Арсис, келесі видеода жүздескенше.